бізге ушки тоқу үшін жібімізді осылай бір шетінен алып, екі петляның, міне екі петляның ортасынан кішкене қиып, жібімізді ұзартамыз. Ал енді келесінде мынау петляларды бір-біріне енгізе отырып, 14 петляны бір-бірімен жауып шығамыз. Ол бұлай болады. Бірінші петляны екінші петляның ішінен қарай өткіземіз. Міне. Осылай. Екінші петляның, үшінші петляның ортасынан шығарамыз. Сонда бізде өрілгендей болады. Дәл осылайша 14 петляны тоқып шығамыз. О 14 петля тоқып алдық. Енді тоқымамызды осылай қойып, бірінші петлядан бастап әр петляға, мінеки, осыларға жұмыс жібіндегі петлялардан енгізіп шығамыз. Яғни осыны айналдыра енгіземіз. Ол бұлай болады. Бірінші петлямызда өзі бағана шыққан жіп болғанымен, тағы да біреуін жұмыс жібінен алып, бір петля тағы енгіземіз. Міне, ары қарай да осылай істейміз. Әр петляға бір-бір петлядан енгіземіз. Міне, мына жағынан бір петля шығады. Осылайша қатардың соңына дейін жасап шығамыз. Бірінші жағын тоқыдық. Осылай болды. Енді тоқымамызды бұрып, енді екінші жағынан да дәл осылай петляларды енгізіп шығамыз. Соңғысына енгізген соң, екінші бетінен дәл осы петляға тағы да бір жұмыс жібін енгіземіз. Сонда бізде бір петлямызда екі жұмыс жібі бар. Ол бірінші қатардікі, міне, төмен жағында. Енді екінші қатардікі, ол мынау. Осыдан айналдыра тағы да тоқимыз. Әр петляның бір несіне тоқып шығамыз. Орындар өздерінікі тұр. Осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз. Енді тағы екінші қатар айналдырамыз. Айналдыра тоқимыз. Екінші қатарды әр жіпті, міне, жұмыс жібінен әр петляны осы петляларға енгізіп, өрілгендей қылып шығамыз. Екінші қатарымызды тоқып соңына да жетіп қалдық. Ары қарай да келесі қатарға айналып өтіп, тоқып кете береміз. Ушкиіміздің формасы осылай болды. Осылайша енді келесі қатарды тоқып бітіреміз. Ол үшін жұмыс жібіне тиіспейміз. Тек қана әр петляны бір-біріне өргендей етіп жауып шығамыз. Ол қалай болады?
бірінші петляның ішіне екінші петляны енгіземіз. Сосын оны тартсақ, бұлай өрілгендей болады. Міне. Тағы да көрсетемін. Келесі петляға арасынан кіргізіп, осылайша айналдыра ушкиімізді өрілгендей қылып жауып шығамыз. Ушкиіміз аяқталайын деді. Мына жағында міне соңғы петля қалады. Осыны енгізіп, жұмыс жібімізді қиған соң, петлялардың арасынан осылайша жіңішке жіптерін қисақ, жұмыс жібі ұзарады. Осылайша тоқуымызды кейін аяқтаған соң, тоқман арасына жібін жасырып қоюға ыңғайлы. Қатарды аяқтаймыз. Енді біздің ушкиіміз осылайша дайын болды. Оны балаклаваға тігіп қоямыз. Міне біздің балаклава, оның бірінші құлағы дайын, екінші ушкиін осылай тігеміз.